Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі тыңдайтын әңгіме ажырасудан сақтаған бір ауыз сөз. Дина үйінің кенжесі әрі жалғыз қыз. Ерке өскен қыздың айтқаны әп-сәтте орындала кететіндігіне әбден бойы үйренген. Ауылда өмірге келгенімен ата-анасы 3 жасында жұмыс бабымен қалаға қоныс аударып, сонда бой жетті. Әкесі әскери қызметкер болды, анасы үй шаруасында. Балаларын бағып, ерінің бабын жасап отырған әйел еді. Динадан үлкен 2 ағасы болды. Содан да болар әкесі оны бір тал гүлім деп еркелететін. Жан-жағынан мейірім мен жылылық сезініп, қамқорлыққа бөлініп өскен Дина өте ерке, шаруаға епсіз болды. Мектептегі сабағы жақсы еді. Оқуын алтын белгімен бітірді. Туризм саласы бойынша мамандыққа оқуға түсті. Санжар екеуі оқу орнындағы алғашқы білім күні кездейсоқ танысқан. Жаңадан таныс болған 3 құрбысымен Дина оқу орнының жанындағы асханаға сабақтың жайын талқылап, таныстық орнатып, шай ішіп отырған. Кенет қарсы беттегі столда отырған жігіттер еш рұқсатсыз сұрамай қастарына келіп отырды. Бұған қыздар ыңғайсызданып орындарынан тұрып кетпек болғанда, жігіттердің бірі Динаның қолынан ұстап алып жібермей қойды. Өжет қыз жігітпен қарсыласып әлек болып жатқанда, тыстан кірген Санжар бұларға араша түсті. «Ей, сен не істеп тұрсың, а? Жібер қане қолын». «Ай, боқмұрын, сен кімсің, а? Маған бұйрық беретін. Бар жөніңе кет», деді әлгі жігіт. «Мен оның ағасымын. Қане жібер қарындасымды. Әйтпесе ісім сенмен болады», дей салды Санжар. Әлгі жігіттердің мысы басылып, қыздарды еркіне қоя берді. Қыздармен тысқа ілесе шыққан Санжар: «Қыздар, сендерде бәрі жақсы ма? Әлгі жігіттер ештеңе істеп қоймады ма? Қане қолыңды берші көрейін. Білегің көгеріп қалған сияқты», деді. «Рахмет сізге. Әйтпесе әлгі тәрбиесіз балалар тап бермек болып еді», деді аққұба келген қыз. Дәл осы сәттен бастап Динаның жүрек түкпірінде Санжарға деген жылылық пайда болды. Олар жиі ұшырасып жүріп, бір-бірімен дос болып кетті. Кейін осындай әдемі сыйластық кіршіксіз махаббатқа жалғасты. Дина Санжардың ауылдың баласы, шаңырақта қалатын жалғыз ұл екендігінен хабардар болса да, бәрінен ұлы махаббатты биік қойды. Санжар туралы анасына да айтып берді. Анасы қызының ерке, шаруаға епсіз екендігін білетін болған соң, ауылдың баласына жар болсаң қалай болады екен деп қорқынышында жоқ емесін айтты. Бірақ бұл кезде Динаның көзі Санжардан басқа ешкімді көрместей, құлағы естіместей болды. Осылай жүріп қызыққа толы студенттік өмірде аттай зулап өтті. Санжар Динаға оқу бітірген соң үйленгісі келетінін айтты. Дина аз уақыт болса да дипломның кәдеге асқанын қалады. Ал Санжар оқу бітірген соң қалада тұрақтап қала алмайтынын, ауылға қайту керектігін түсіндірді. Не керек, жастар диплом алып, мәре-сәре болып жатыр. Дина ертең мен ауылға қайтамын. Диплом алу құрметіме ата-анам достарыма той жасап бергелі жатыр. Сен де менімен бірге ауылға барсаң деп едім. Сені ата-анаммен таныстырғым келеді, деді Санжар. Білмеймін, ауылға баруға әкем рұқсат бермейді. Оның үстіне ата-анаңмен танысуға ұяламын. Ой, неменеге ұяласың? Олар қарапайым ауыл адамдары, өте жақсы адамдар. Еш ыңғайсызданба, тез-ақ үйреніп кетесің. Ауыл алыс емес қой, көлікпен 3 сағатта жетеміз. Кешке өзім қалаға қайта әкеліп тастаймын. Дина келіскендей болды, бірақ іште қорқынышы болды. Апасынан сұрап еді, қызының көңілін жыққысы келмеді ма қайдам, таңертең барып, кешке дейін қайтып келуге рұқсат берді. Осымен екеуі жолға шығып кетеді. Жаңа көлік тас жолмен жүйткіп келеді. Санжар ерекше көңілді. Дина болса сәл ыңғайсыздық сезімі бойын билеп, көңілі түсіңкіп отыр. Ауылға да келді. Санжар өзі ойнап өскен қыраттар мен сай-саланы таныстырып келеді. Анандай жерде үйі көрінді. Есік алды толы адам, шуласқан бала, музыка. Дәл осы кезде Динаның жүрегі аузынан шығардай дүрсілдеп кетті. Санжар, не болып жатыр мұн жерде деп сұрақ қойды. Дина, кешірші, тап осы жерге дейін саған айтуға батылым бармады. Мен сені қалада қалдырып кетіп, ауылда жүре алмаймын. Мен сені шын сүйемін. Сенен жырақтағым келмейді. Екеуміз мәңгі бірге болайық. Менің некелі жарым бол, деді. Көз жасына ерік берген ерке қыз көлік ішінде бұлқан-талқан болды. Бұл қалайша? Қыз бен жігіт болып жүрген бір бөлек, отбасы болу мүлде бір бөлек нәрсе. Мұндай шешімді сен жалғыз өзің қабылдай алмайсың. Иә, қазір сен менімен қол ұстасып, мына босағадан аттасаң, мәңгі бірге боламыз. Егер жоқ дейтін болсаң, мен сенің алдыңа қайта бармаймын. Махаббат та, сезім де, барлығы да қалады. Екі жаққа кетеміз, деді Санжар.
Егіліп жылаған Дина бойжеткендік алаңсыз шағын келіндік өмірге алмастырғысы келмей көлік ішінде ұзақ отырды. Сонан соң ғана жүрегі қалаған жанмен қол ұстасты. Осылай Дина әп-сәтте Санжардың жары атанып, үлкен шаңыраққа келін болды. Санжардан үлкен 4 әпкесі бар еді. Олардың бәрі тұрмыс құрып кеткен. Бұл кезде ата-анасы да қарттыққа бет алған 60-тан асқан жандар болатын. Иманды, келіндеріне артық ауыз сөзі жоқ, парасатты адамдар болды. Бастапқыда Дина үшін сүйір сау, далада ошаққа от жағып, оған тамақ пісіру, көше басындағы бұлақтан су тасу барлығы да қиындық тудырды. Шаруаға епсіз ерке келінді енесі еркелете жүріп үй тірлігіне үйретті. Сүйріктей-ақ саусақтары тілімденіп, қолдары әбден жарылған. Кешкілік жатарда жайланып қолынан май жаққанда, әлгі тілім-тілім қолдары дуылдап удай ашытқанда, өмірім не болып кетті деп бөксіп жылайтын. Санжар болса жарына бәрінің уақытша қиындық екендігін айтып жұбатты. Уақыттан жүйрік жоқ, жылдар жалғасып, бұлардың тұңғышы өмірге келді. Бұл шақтар жасанаға тіпті де қиын болды. Қарт ата-ене, үй шаруасы, оған қоса сәбиі бар. Атасы да сәл науқастанып жүрген, күтім керек болды. Бірде Дина ауылдың ауыр тіршілігінен шаршап, ата-енесі мен жолдасына туған үйіне біраз уақытқа барып келсем деп сұранды. Бірақ түпкі ойы бір жолы ажырасу еді. Олар рұқсатын берді. Дина баласын алып қалаға кетті. Ата-анасы қыздары мен жиенін құшақ жая қарсы алды. Мәре-сәре болып отырған шай басында әкесі, «Қызым, Санжар неге сендермен келмеді?» деді. «Жұмыстары бар, әке. Оның үстіне атам сәл сырқаттанып жүр. Құда ауырып жүр ма? Онда неге келдің, балам-ау?» дегенде әкесі, «Әке, сіз не, мені сағынбадыңыз ба? Талайдан бері келгенім осы ғой» деп бұртиып қалды. «Неге сағынбайын, қоңыр қозым-ау? Бірақ сен енді сол елдің адамысың. Төркіндеп келерде өз үйіңнің жағдайына қарап, жайлы етіп келуің керек. Әрі қыз бала төркініне жолдасынсыз жалғыз келгені жарамайды. Сондықтан менің сөзімді дұрыс түсін қарағым» деді. Шай ішіп тарқасып, анасы мен қызы оңаша қалды. «Қызым, жүдеп кетіпсің ғой, жағдайың жақсы ма?» деп сұрады анасы. Динаның көздері мөлдіреп, тығылған жасты анасына көрсетпей сығып алып, ұзақ үнсіз отырды. «Апа, шынымды айтсам бәрінен шаршап кеттім». Мұны естіген анасы бар тірлігін тастап қызының жанына жайғасты. «Бұл не деген сөз, шырағым-ау? Ауылда өмір сүру қиын екен. От жағамын, су тасимын, кәрі ата-енем бар, мал сауамын, бала бар, әбіржіп кеттім. Бұдан артық тұра алмаймын, онда ажырасамын» деді. «Қой қызым, мұндай сөзіңді мен естімедім. Енең мазаңды ала ма? Әлде күйеуің ұрып соға ма? Қарның аш, киімің жоқ па?» деді анасы. Бұл сұрақтардың бәріне Дина басын шайқап жауап берді. Ендеше шаңырағымды бұзуға сол ауылда тұрғаны үй шаруасының ауырлығы себеп пе? Динада үн жоқ. «Қызым, Санжар екеуің бір-біріңді өздерің таптыңдар. Сені біздер жат жұрттық бала ғой деп өз үйіңе бетіңді қақпай еркелетіп өсірдік. Бірақ енді сенің мойныңда өз жауапкершілігің бар. Ересек адамсың. Бір отбасының келінісің. Ер азаматтың жарысың. Енді міне анасың. Отбасын құру баланың ойыншығы емес, кез келген жанұяның қиындығы болады. Ол мейлі ауылда тұрсын, мейлі қалада тұрсын. Қайта қасыңда иманды, жақсы адамдар бар. Соған неге шүкір демеске? Мен де ауылда келін болдым. Сен кешкен қиындықты мен де көрдім. Одан жаман болып кеткен жоқпын. Үлкендердің бақытты бол деген батасын алдық. Біздің де отбасымызда қиындықтар болды. Оны сендерге сездірген жоқпыз. Сондықтан құлыным, мұндай жаман ойды ойлама. Қиындыққа сына берме, бәріне жеңіл қара» деді анасы. «Әлі-ақ осы күндерді күліп еске алатын боламыз. Балаға ана керек, дәл солай әке де керек. Енді сен өзіңді ойлап шешім қабылдай алмайсың. Мына бұзық үшін енді сен де жауаптысың» деп анасы қызына ақыл айтты. 2 күн төркінде демалған соң анасы, «Динажан ақылдым, үйде қарт енең бар. Атаң науқастанып жүрсе қиналып жатқан шығар. Ертең үйіңе қайта ғой. Ят болады. Санжар да баласын сағынған шығар. Әкең де мен де саған тілекшіміз. Бізге сенің амандығың керек. Жыламай жүрсең болғаны» деді. Дина апасының ақылын құлағына құйып, бар ойын өзгертті. Қайтып келген қыз жаман деген анасы қызына ажырасудың жақсы атақ, абырой әкелмейтіндігі мейлінше түсіндіріп бақты. Дина да енді бұл үйге қонақ ретінде ғана келе алатындығын, өз үйінің ауылда екендігін түсінді.
Динаның төркінінен тез оралғанына мұндағылар да қуанды. Санжар байқап жүр, жүзі жадырап, шырайы кіріп қалған. Содан бері 15 жыл өтті. Дина қазір ауылдың тұрмысына үйренген. Қалаға барса ауылға қайтқысы келіп, ол шудан басы ауыратын болған. Ауылдың тұрмысы да бұрынғыдай емес. Қазір барлығы дамыған. Газбен жылып, әр үйге су кіріп тұр. Анасы айтқандай тұрмыстағы уақытша қиындықтарды қазір балаларына күліп айтып отырады. Санжар екеуі қара шаңырақты құлатпай, ішін жанға толтырып, бай қуатты тұрмыс кешіп жатыр. Қазірде отбасын құрып, көп өтпей-ақ екі жаққа кетіп жататын жұптар өте көп. Оларға ата-аналары тоқтау, ақыл айтудың орнына ішіме сыйған бала сыртыма да сыяды деп қабылдайды. Осылайша шайқалған шаңырақ пен тірі жетім атанған өміріне өкпелі бала көбейіп жатыр. Осы әңгіме қыз өсіріп отырған аналар мен болашақ келіндерге өнеге болса деймін. Туынды авторы Маратқызы Н.